Ал құрметті достар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгін бұл сабақта масштабтауды үйренеміз, үлкейтіп кішіреуді үйренеміз, штрихтауды үйренеміз. Енді бізде масштаб ол қалай жүзеге асырылады? Ол бізде масштаб мына функция солай аталады. Выберите объекті дейді. Біз объектімізді белгілейміз. Белгілеп болғаннан кейін enter басамыз. Сосын ұстаймыз кез келген нүктеден. Енді бізге екі есе үлкейту керек, мысалға ше. Бұл нөмірімізді дұрыстау жерге қойып істейін қазір. Мынаны қоямыз. Масштаб белгілейміз, enter басамыз, ұстаймыз. Масштаб қоямыз, екі есе үлкейткіміз келеді, екі есе деп жазамыз. Немесе екі есе кішірткіміз келеді, ол яғни меншеге демейсіз, выберите объекті белгіледіңіз, enter басасыз, ұстайсыз, екі есе кішірейту үшін 0.5 дейсіз. 0.5 дейсіз. Екі есе кішірейтесіз де. Тағы, енді 4 есе кішірейткіңіз келсе, 1/4-ке бөлесіз. Белгілесіз, ұстайсыз, 0.25. Все. Енді бұл бір функциясы. Енді бізге белгілі бір ұзындықпен үлкейту керек болса, өзі қайтып шақырамыз, белгілейміз, enter басамыз, ұстаймыз. Масштаб енді осы кезде біз коэффициент беретін едік қой, енді бермейміз, оң жақты басамыз, апон отрезок дейміз. Қайт бізге қай линиямыз біздің ұзындығы болу керек, соны көрсетеміз, басын көрсетеміз, аяғын көрсетеміз. Енді бізде мына линиямыздың ұзындығы 297 болу керек. Enter. 297 өзгерді тағы да. Белгілейміз, enter басамыз, ұстаймыз. Оң жақты басамыз, апон отрезок, белгілейміз. Енді 300 дейміз. Енді көрейік размері, линейный. 300. Бұл инструмент жағы масштабирование аталады. Енді біз штрихтауды үйренейік. Яғни біз круг жасайық, бір оның ішіне тағы да круг жасайық. Бізге штрихтау керек. Ол үшін штрих шақыратын программа, функция бізде штриховка деп аталады өзі. Енді штриховка градиент деп тұрады. Градиент яғни бояу бізге онша керек емес, пайдалана қоймаймыз. Тип, әртүрлі тип болады, немесе образец болады. Яғни оңай жолы, сіз бірден структураға кіресіз, ANSI, ISO, другие страны пользовательские бәрі тұрады. Яғни біз ANSI-ден бастаймыз. Бізде ANSI-да мұндай 8 эскиз берілген, ISO-да осындай басқа түрлер берген. Бізде көбінесе ANSI-мен другие стандартын пайдаланамыз. Бізде кірпіш, бетон, соның бәрі штриховкасы тұрады. Енді біреуін алайық, яғни паркеттікін көрейік. Белгіледік, окей. Тағы да структураға кіресіз. Белгілейсіз, окей. Бізге түсін таңдауы болады, яғни красный деп, синий таңдайық. Керек келесі угол и масштаб тұрады. Угол бізде линия, мысалы, дұрыстау алайын, мұна сіздерге мұна мен көрейік, ANSI мен түсіндірейін угол не екенін. Алдық. Угол деп отқанымыз бізде мынау бізде 0 градус. Керісінше болады, ол 90 градус. Қарай жазайық, 0 градус. Масштаб 1 тұра берсін. Түсіңізде үлкейді кішірейту, арасын жиілету, немесе давай точкаға кіресіз, белгілейді басасыз. Басып болғаннан кейін enter басасыз обязательно. Образец көресіз. Егер ұнаса enter басасыз, немесе ұнамаса escape басасыз. Маған ұнады мысалы. Болды. Енді мынаны қайт шақырайық, көрсетейін. Штриховка, структураға кіресіз, таңдайсыз. Осы жолмен 90 градус дейін. 90 градус. Давай точка при выборе. Белгілейміз. Enter басамыз. Enter басқаннан кейін масштабын өзгертіп көрейін. Енді 2 қылайын. Тағы да образец көреміз. Ұнаса enter басамыз. Ұнамаса escape басамыз. Ұнады дейін enter басайық. Escape басса қайтып тереземізге қайтып барамыз. Enter бастық. Енді мына боялған штриховканы өзгерту үшін белгілейміз. Оң жақты басасыз да редакторіне кіресіз. Бізге басқа кез келген штриховка түрін таңдауы болады. Яғни 45 градус деп көрейік. Образец ұнады, enter басасыз. Бұл функция штриховка деп аталады. Енді келесі функциямыз біздің
Kelesi funksiyamiz bizning жаңағы blokka айналдыру. Blokka қалай айналдырады? Біз бәріміз бір функция болсын, бір яғни қайта копия етіп бір мына бізде көбірек кездессе, оны бүйтеміз. Создать блок. Атын береміз кольцо дейік. Базовый точка указать на экране. Объект указать на экране. Окей, басамыз. Указайте базовый точка мен ұстаймыз, көрсетеміз. Объектіні белгілейміз. Бізге маңыз сплошной орнау керек. Enter басамыз. Болды. Енді біз қарап отырсаңыз бір функция тағы да көрсетейін. Создать блок. Алып тастайық. Мен жерде немесе оңай жолы выбрать объекті көрсетесіз. Enter басасыз. Базовый точка указать етесіз. Окей басасыз. Атын бересіз. Кольцо деп. Окей. Кольцо деп бізде басқа берілген уже. Байқама сақтап қойғанбыз. Кольцо 2 дейік мысалы. Окей. Енді бұны жару үшін бізде бір функция ғой, мысалы 2 рет басасыз, сол кезде терезесі ашылады, яғни окей. Осы жерде сіз өзіңіздікін өзгерте аласыз, мысалы тағы бір круг бірдеңе сызуыңызға болады. Тағы қостық. Болғаннан кейін закрыть редактор блоков. Да, дейсіз мысалы. Енді қалай бұзу керек, осын белгілейсіз. Қазір редактормен келмейді. Бұзасыз, расчленить. Мынамыз 2 рет сақталып қойған, расчленить болды. Тағы қараймыз. Создать блок. Объект указать. Белгілейсіз. Базовый точка. Ұстайсыз. Окей. Атын береміз енді аты. Круг дейік. Круг. Окей. Все. Болды. Енді әрі қарай жалғастырамыз.